Сәлем достар, бүгін мен өте оңай жасалатын пирогтың рецептімен сіздермен бөлісейін деп шештім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен 1 стакан ұн керек, және де 50 граммдай какао және шекер керек. Және де разрыхитель қосамыз. Осы құрғақ ұнтақтарды барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бізге ыстық қайнаған су керек. 1 кружка ыстық суымызға жарты пиала сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Осы суымызға құрғақ ұнтағымызды біртіндеп салып араластырып қамыр жасаймыз. Қамырымыз не қою, не сұйық емес, орташа болу керек. Қамырымыз осымен дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Форманы майлап алдым. Қамырды формаға құйып, бетін тегістеп, 180-200 градуста пешке саламыз. Пирогымыз дайын болды. Бетіне кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Бетіне сливкиден крем жасап, шоколадты ертіп құйып шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.